Баршаңызға қайырлы түн. Біз Эльвира ханымды таптық. Эльвира ханыммен қазір тікелей эфирге шығатын боламыз. Бүгінгі күні бізде қонақта Эльвира ханым, от келін парақшасының иегері, пысық келіншек. Ол келіншекке бүгін мен хабарласа алмай, кішкене бір жарты сағаттай не қылып қалсам, ол кісі Қызылорданың уақытысы бойынша әлі 10:30 екен, иә. Негізі біздің Астана уақытысымен сағат 11-ге шақырған болатынмын. Қазір біз ол кісіні шақыратын боламыз. От әңгіме болады деген ойдамын. Ага, нет доступных пользов. Так, от келін. От келінді қазір тікелей эфирге шақырдық. От келін бізбен бірге қосылады, және де біз тікелей эфирімізді бастайтын боламыз. Мінекей, Эльвира ханым, қайырлы күн, қайырлы түн. Мен мына жақта сізді іздеу салып жатырмын ғой, іздеу. Қызылорда уақытымен сағат 10:30 болды, иә, қазір? Аха. Иә, Қызылорда уақытымен. Аха, Қызылорда жақсы, өзің қалайсың? Аха, сәл экранды Жақсы, біз ішетін кеш ішеміз. Аха. Бұлай қойын ба? Иә, осылай. Өйстіп отырайын ба қазір? Иә. Мен ато деген іздеу салып жатырмын саған, WhatsApp-қа жатамын, хабарласып жатырмын. Таба алмай жатырмын ғой. Астана уақытысымен. Иә, Аха. Баршаңызға сәлем, қайырлы түн. Құрметті оқырмандар, бүгін бізде қонақта сұлу келіншек, от келін деген парақшаның иегері. Бізбен бірге бізде қонақта жаңа лайв сұхбат бағдарламасының бүгінгі кезекті қонағы Эльвира ханым. Таныс болыңыздар. Және де қызықты сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Бірақ жаман пікір жазбайық, құрметті оқырмандар, иә. Ато бар арымызда солай. Екі-ақ рет кірдім ау деймін. Ал өзің жайлы қысқаша айтып кетсең, қай өңірдің қызысың, қайда тұрмысқа шықтың, бала шағаң, жолдасың жайлы, өзіңнің жасың жайлы? Есім Эльвира болады. Қарапайым отбасыдан шыққанмын. 4 ұлдың ішінде жалғыз қызбын. Яғни екінші тұрмыс құрған алағасы 7 жыл болды. Тамаша. Үлкен қызым жасы 6-ға толды. Кішкентай қызым 2-де. Мамандығым хореограф, биші. Ой, күшті. Бірінші қызымнан кейін, арасы 5 жыл болғаннан кейін, екінші декретте отыру қиын болғаннан кейін, үйде ішім пысып, блогты бастап кеттім. Сонымен Аллаға шүкір, қазір шүкір Аллаға деймін. Осы үйде отырған. Не түрткі болды блогты бастауға? Кім мотиваторың, қолдаушың? Күйеу. Күнде кешке енді отырамыз ғой үйде, сонымен жаңағы блогерлерді көреді, сен неге түсірмейсің, сен әп-әдемі түсіресің, сөйлейсің ғой дейді маған. Ондай ой болмайды, құрсын блогерлік емес, қоя ғой деп. Содан кейін Аллаға шүкір, күйеуім түсір деп ықпалымен басқалардан көріп түсіріп, көбінесе қол өнермен айналсам, сонымен түсіріп бастап кеттім. Қай өңірге тұрмысқа шықтың? Қызылордаға ма? Иә, Қызылордаға. Қарашай Жаппас еліне. Өзіңнің туған жерің қай жақ? Осы Қызылорданыкіміз, негізі бірақ тумамыз Қармақшы ауданынан. Қай жылғысың өзің? Өзім 94-ші жылғымын, 6 маусымда дүниеге келдім. Тұрмысқа сонда ерте шықтың ба сен? Иә. 19 жасында тұрмысқа шықтың. Өкінген жоқсың ба, ерте шығып қойдым, кішкене жүре тұруым керек едім деген секілді бір ойлар келмеді ма? Жоқ, мүлде. Тіпті баста балалық па деп ойлаймын, негізі мен күші. Баста күйеуге тигеннен кейін, 1 аптадан кейін барып күйеуге тигенімді түсіндім. Содан кейін айтладым, сендерді сағындым деп. Сонымен қой қызым деп. Мүмкін Қытай болып барғаннан кейін ба, шүкір сіңісіп кеттім ше. Өзің кішкентайыңда қандай қыз болып едің? Шустрая, момын, бұзық, қандай болған едің? Мен
үйде андай ерке қыз болдым. Ерке, ойнап күліп, тіпті шүкір Аллаға, сол әкемнің махаббатымен, анашымда бар, Аллаға шүкір, бірақ көбінесе әкемнің ықпалымен ерке болып өстім. Әкеңнің қызысың ғой, әкеңмен көбірек сырласасың ба? Жоқ, сырласпаймын. Анаммен де әкеммен де сырласқан емеспін. Сырымды өйтіп ешкімге айтпайды екенмін. Сырға өте қатты не екенмін. Берік адамсың ғой. Жоқ. Беріксің ғой сырға. Сырға беріксің, бірақ мысалға болады. Ішіңде қалғанда болады ғой, бір проблемалар, бір шешілмейтін проблема, бір соны шешу керек болып тұрады. Вот прям притык, вот өзің басың істемей тұр, ашуға булығып тұрған уақытта кіммен сырласасың сол моментте? Кіммен сол проблеманы шешіп, вот ақылдасып, бір содан ақыл сұрап, осы ақылды маған дұрыс жолды нұсқайды деген секілді, сондай сіңілің, әпкең, бауырың, білмеймін, ондай жоқ па? Құрбың? Шынымды айтайын, осы соңғы уақыттарда ғана тек жаңағы мамаға звондап, бір-екі бірақ қанша жерден қиналып, тупикқа түсіп тұрсам да, сабырға келіп, жаймен сосын барып өз-өзіме айтып, қандай проблема болсын өзім шешемін. Өз проблемамды өзім шешемін. Ой, ол жақсы екен, иә? Елдің мазасын алмай өзім шешемін дейсің ғой. Иә. Көп студент кезімнен де негізі жаңағы әркімнің ойы, өзінің өмірі болады дейді ғой. Сол кезде оқушы кезімнен бастап жазады екенмін. Ешкімге қолымды жайдырмай, ешкімге күнімді түсірме деп айтады екенмін да. Осы кезде де сондай екенмін. Қаржылай қиналып тұрсам да, қандай проблема болсын, өзім шешем. Мүмкін ол білмеймін. Ол бір күшті қасиет қой, сенің күштілігің, мықтылығың, өзіңнің іште стерженің бар қызсың ғой, значит. Енді сен мысалға, сенен солай біреу кеңес сұрап хабарласқанда мысалға делік сенің бір құрбың, бір жанұялық кикілжің болады ғой, жолдасымен ренжісіп, болмаса енесімен ренжісіп, сондай уақытта саған хабарласып, осындай болып жатыр, не істесем болады деп айтады ма? Сондай уақытта сен қандай кеңес бересің? Мысалға болады ғой, отқа май құятын қыздар болады. Ой, бүйтіп айтып таста, сөйтіп таста, болмаса сабырға келтіресің бе? Ештеңе етпейді, шыда деген секілді. Қандай сен кеңес бересің өзіңнен, өзіңнің атыңнан? Аллаға шүкір, жұртқа ақылды беремін. Бірақ кейде өзіме жетпей қалады сол ақыл. Бірақ көп құрбыларым бар, тіпті жаңағы адамдармен тез араласып кететін соншалықты, кез келген адам маған сырын айтады, ақылдасады, қай жағынан болсын. Бірақ мәселе ерлі-зайыптының арасына келген кезде барынша тырысам. Мысалға, енді біз көрген баққанымыз күйеуіміз болғаннан кейін күйеуімізге ашуланамыз ғой. Күйеуінің жақсы жақтарын айтуға тырысам барынша. Мүмкін көрерсің, өзде уже екеуіме келмей жатыр, шештім. Мен айттым осы. Шүкір деу керек деп үйретем. Бірақ қарсы қайрамайсың. Жоқ. Бір рет қателік жасағанмын, біреуге көмектесем деп опық жегенмін, содан кейін өйтіп қарсы не бермеймін. Шынымды айтам деп, сөйтіп не қылғам, содан кейін айтпаймын. Дұрыс екен, иә? Ол деген адамның мынау сабақ алып, бір көрген түйгенін іске асырған дұрыс қой. Көп адам түсінбей жатады ғой, қателігін түсінбей жатады, елден көреді деген секілді, иә? Ол жағың жақсы екен, дұрыс, тамаша. Ал енді қыздарға сен өзің қандай анасың? Қатал анасың ба, әлде жұмсақсың ба? Сосын мысалға бірдеңе бүлдіріп қойса, сындырып қойса, болмаса стенаға сызып тастаса, қалай қыздарды, балаларды жазалайсың? Ұрсасың ба, әлде қоя қойшы, дүние ғой деп қоясың ба? Қазір бірінші қызым өте ақылды, өте ешқандай бұзықтық істемейді, шүкір бұзық емес. Бірақ соның өзінде ұрсам ғой, бүйтпе, сөйтпе деп. Ал екінші қызым стенаны сызады үйде, бірақ үндемеймін. Бала ғой, баланың болғаны да шүкір деп. Андаймын,
өзім ұрысқанды жақсы көремін балама. Мгм. Бүйтіп әйтеуір мамасының айтқаны жеңілірек естіледі ғой, чем басқадан біреу айтқанынан. Үлкен Иә, қызыма өте қатал. қаталсың. А, нормально. Иә, Кішкентайға жұмсақсың, себебі ол барынша кішкентай тырысамын. болып тұр. Қатал Аха. болғандадан деп бүйтіп қате жасап біреуге бір жаман болып көрінген қаламаймын да үлкен қызымның. Сонымен қызым бүйтпе, қызым сөйтпе, қызым болмайды деп айтып отырамын. А так былайша дегендерін істеймін екеуінің де. Мгм. Дегендерін Айтқандарын. істейсің енді. Аха. Ал енді қыздарың өзі сырттай қараған кезде болады ғой, бала өзі жасқаншақ, ұялшақ, бір сондай, мысалға айтсақ, көп ұрыс естіген бала өзі сондай бір замкнутый болып қалады ғой. Ал сенің балаларың қандай? Бос, еркін өскен бала секілді ме? Әлде мынау тәртіпке бағынып, қазір мынаны істесем ұрсады деген секілді сондай ма? Өзің сырттай көріп отырасың ғой бала шағаны. Иә, мен кейде ашуланамын өзіме. Енді мен университетте 5 жыл жұмыс жасадым ғой. Сол кезде менің қыздарымды енді ұрсып не істемеймін, анда-санда болмаса, сол кезде басқа ортамен кіріскен кезде менің қыздарым ұялып бір сондай болып тұрады да, басқа неден келген қыздар құлпырып, Жалмаңдап, енші, шошаңшы. Иә, жалмаңдап. екі қыздарымды да байқаймын, екеуі де сондай андай. Мысалға, біреу ұрып жіберсе де, қоя қойшы дегендей. Білмеймін, ол не, он мүмкін менен ба қате, может деп ше. Андай, жалмаң етіп тұрған қалайсың ғой. Иә. Бірақ че-то екеуі де. Аха, екеуі де момындау, иә. Бірақ күміс Енді болған қалап. қаталдықтан шығар, менің де қыздарым сондай қаталмыз бізде үйде. Мен де қаталмын, жолдасым да қатал. Болмайды мен өскеннен кейін солай. Бірақ жіберіп қойсаң да, бала слишком еркінсіп кетсе де, ортада көрініп тұрады баланың тәрбие көрмегені, қой дегенді білмегені. Ол сенің ұятың болады да, ертең баласы көргенсіз баласы бір қой деген түсінбейді деген секілді сөз естисің. Жасқаншақ болса, ол да енді білмеймін, өсе келе мүмкін, өзінің мінезі шығатын шығар өсе келе. Ал енді осы блогты бастағанда сен өзің бірінші бастағаның есіңде ма? Қалай бастадың? Қорқақтап бастадың ба? Әлде резко вот бір күнде бастап кеттің ба? Қалай бастадың? Есіңе түсірші. Баста үйде отқанда өзімше бастадым. Видео салдым, ешкім комментарий жазбайды. Енді басқа блогерлерді салады, тарс лайк түрлі болдым. Үш-ақ комментарий келіп бірінші салған немде. Жаман ұялдым, қайттан салдым. Содан кейін бір ай үздім. Болмайды екен, менен блогер шықпайды дедім. Сонымен өзімнің жаңа туысым бар, бір жағынан құрбым болып кеткен, осы қайын жұртымнан. Сол қыз что-то блог бастап та, ол қыз күшті дамып кетті да. Соған жаздым. Что-то мен де блогер болғым келеді, сен маған көмектесші деп. Мен Қызылорданың өзінің оригинал келіндер дейтін 11 келіннен құралған өзіміздің тобымыз бар Қызылордада. Сол неге кіргізді мен группа. Сол қыздардың мотивациясымен бір күннің ішінде бастап үйретті да, ана блогтар қалай болады. Сонымен бірінші салған нем көп лайк жинап, көп просмотр жинап, сол мотивация болды маған. Сол қыздар мотивация болды маған кәдімгідей. Содан кейін айтпай шүкір. Ой, оны жақсы екен. Енді ондай көмекшілерің, ондай қолдаушыларың болғанда жақсы ғой, бастап кеткеніңде. Ол да сенің тірлігің. Ал енді бірінші нәпақаңды көрген кезде, бірінші табыс көрген күнің есіңде ме? Иә. Сол уақытта қуанып, бір жолдасыңнан мақтау естіп, солай болды ма? Иә, ең бірінші 500 теңге таптым ғой. Ол да қуаныш қой. Иә, үйде секіріп қуанып жүрсем, үйдегілер не болды деп, 500 теңге таптым инстаграм арқылы деп, ойбай кетші, соған қуанып жүрсің ба деп. Бірақ күйеуім айтты, молодец, әрі қарай несе жалғастыр, мен саған көмектесем деп. Аллаға шүкір, новый сотка алып беріп, шүкір күйеуім қолдады. Полиция болмаса баланы алып кетеді, сен давай жазып ал деген сияқты болып шүкір. Тикток түсіресің бе, тикток?
видеом көп, бірақ салуға ұяламын. Бірақ тиктокты отметить етіп отырасың ғой өзің, оқырмандарыңда мында анда бар шығар қосылып. Ал енді мысалға тикток болсын, сторис болсын, қанша уақытта түсіресің? Мысалға болады ғой, бір түсіресің, ой болмай қалды дейсің, өшіріп тастайсың, екі түсіресің. Сонда мысалға сторисқа қанша уақыт кетіресің түсіргенге, әлде уже сторисқа үйреніп қалдың ба? Бір түсіргеннен салып жібересің ба? Әр кезде әрқалай. Кейде бір түсіріп, тарс. Кейде қорқамын да, енді жаңағы жабынып қаламыз ғой. Ана кісіге ұнамай қалама деп былай түсірем. Ал атап өзімнің, чисто өзімнің контентімді спокойно жүргізем. Ал жарнама қалатын кезде уайымдаймын. Әрине, ақтау керексің ғой, иә. Дұрыс шықпай алаңдаймын. Жолдасыңмен танысқан кезіңді есіңе түсірші, қалай таныстың, қандай оның бір жақсы жағын ұнаттың, қалай сенің көңіліңнен шығу үшін не жасады? Мен күйеуіммен танысқан күшті, күлкілі, бірақ кейде. Жалпы папамның тәрбиесі өте қатты болды біздің. Мен қызбын ғой. Сол кезде даже өзімнің группаластарыммен остановкаға дейін қайтуға қорқатын. Сонымен папа көшеде көріп қалар, папамен таксист болды да ол кезде. Сонымен әйтеуір тойға шықтым. Қасымда көп жерде қасыма подружкаларымның ықпалы тиді. Сонымен бірге тойға бір қыз болды қасымда. Мен обедте бір ауылға тойға кететін болғанбыз. Сонымен ол ауыл отмена болды да, ой деп отырып, аяқ астынан сол жерде той пайда болды. Сонымен қасымда екі құрбым бар. Тойға ресторанға кіріп келатыр, күн деген шаң, біздің Қызылорда деген құм топырақ қой. Сонымен қолымызда ала дорба бар, жаңағы қытайский, ішінде костюмдерім, түр әбіржіп кеткен. Неше сол кездерде бір линза мода болып, линза сатып алғанмын ғой, көзіме көк. Ол шаң кіріп, в общем, әбіржіп келатқанмын. Сонымен алдымда аппақ джиптан жігіт түсті да, әдемі киініп алған, бір көзіме бір нәрсе жарқырата қалғандай болды. Қасымдағы екі қыз жолда көрінді ғой көзіме. Күшті көрінді енді көзіме. Өйтіп жігіттерді өйтіп не істемейтін ем, қорқатын тұғым, айналып қашып өтетін тұғым біразынан. Сонымен айтып қоямын екеуіне, мә мынандай жігітің болса деген, артынан жүгіріп жүрген жігіттердің ешқайсысымен сөйлеспей осымен жүрем деп қоямын еще ана екеуіне. Сосын екі жағын екеуі маған қарады да, күлді, таныстырайын ба дейді маған. Сосын екеуіне жағындым, таныстырыңдаршы. Сонымен сөйтсем екеуі танысып алып шықты, ол күшті араласатын. Ішке кірдік, билеп аттық. Негізі екі ақ би жалдаған ғой. Сонымен Тамар деген үшінші би керек болып тұр. Қасымдағы мен қыздың костюмы түгел болды да, үшінші қыздың костюмы жоқ болды. Сонымен енді мен танысуым керек болып тұрмын. Ана күйеуім екеуімен араласып шықпайды, былай келеді. Екеуім болмайды. Сонымен үш қыз келістік. Эльвира, давай сені костюмың болмай қалсын, мына жігіт сені апарып келсін деп. Сонымен машинасына оттым, апарып жаңағы неде костюмерімді алып келді. Мен артқы жағында отырмын, айнадан қарап отырмын да, ұнап отыр, білмеймін, ерекше ұнап отыр да. Сонымен маған қарап күліп қояды. Көшеде бір кезде жаңағы светофордан екі другы мініп алды аяқ астынан. Бұл кім деп мені. Сонымен күліп қойды. Сонымен, в общем, қайттық, номерді сұраған жоқ, артық сөйлескен де жоқ біз ол кісімен. Сонымен біртүрлі қайттым енді. Өте суық ұстайды адамды. Сонымен қасымдағы қыздарға айттым, номерін сұраса беріңдер, енді құрсын араласайын. Сонымен әйтеуір 2 сағаттан кейін номер алып, сөйтіп бар қызық алда енді. Енді өзімше аппақ джиппен көріп қалғанмын ғой ол кісіні. Сонымен бір кездесу бір апта, бір жарым апта сөйлестік. Содан кейін күйеуіммен кездестік. Сөйтсем жаңағы ақ джип мамасының машинасы екен. Фильм полицияда. Сонымен қыздарға айтып қойған ғой, енді бұл кезде кітаймыз, мақтаныш қой. Мен жігітім джиппен келеді деп қойған ғой. Тойдан шыққан 6 қыз болып шықтық рестораннан. Мен оларға айтып қойғам, ресторанға мен күйеуім джиппен келеді, қарап қойыңдар деп қоям. Бір кезде аппақ волгамен
Волгамен келіп тұр ғой күйеуім. Волга кәдімгі баяғы Волга ғой. Баяғы Волга ма? Аха. Баяғы келіп тұр ғой еще. Ойбай, сөйтіп жұмысындағы біреуінікін айдап келген ғой. Аха. Сонымен деген, сол қызық болған ғой, сөйтіп әйтеуір аралап. Күйеуім андай не болды? Суық болғанмен бір ерекше да андай. Қаталдау. Жылулығы Романтика болды. Сонымен түсіндім, в общем, өзімдікі екенін. Сондай қызық болған. Тамаша, керемет. Менің даусым естіліп тұр ма, Эльвира? Иә, сіздікі. Аха, енді Сәл-пәл қатып қалып жатыр. Да. Негізі енді бірінші кездесулерің мынау сөйлесіп, тіл қатып. Ау? Күйеуімнің формасы түсіп жатыр. Не ғой, бірінші сөйлесіп, бірінші сырласқан уақыттарың есіңде ма? Мысалға енді тіл қатып, бірінші жаңағыдай сені ұнатқан кезі, саған сөз салған кезі, қалай болды оның бәрі? Алып қашты ма әлде? Не болып жатыр дейді, бізде танымал блогер келіншектермен сұхбат, біздің бағдарлама, жаңа лайв сұхбат бағдарламасы, осылай бізде қонақта бүгін Эльвира ханым. Күнделікті қонақ шақырып отырам осылай. Бүгін бізде от келін. Бағдарламамыз от болып жатыр. Ал, танысқан кезің, бірінші сөз салған кезіңмен бөліссең, Эльвира? Сол басты агент, ол кезде агент болды ғой. Баяғының адамы сол сөйлеп отырмын ба? Жоқ, мен де солай агентпен танысқам. Аха. Ол кезде агентке әдемі суреттер салып қоямыз. Мен баста WhatsApp-пен сөйлестік, сонымен әйтеуір кездесейік деп. Жалпы еміс есімде, бірақ ең бірінші сөз салуға келгені, мен өйтіп жігіттер енді көп сөз бергендер болды да жаңағы. Мен қорқатын тұғынмын жүруге. Сонымен әйтеуір ол кезде есейдім шамалы. Сол кезде үй жаққа Сақина келген тұғын. Бір түрлі болып, бірінші рет Сақина алып тұрмын, подарок алып тұрмын жігіттен. Сонымен бірінші сол жүрейік деді, сонымен жүріп кеттік. Жалпы андай, ол кезде мен үйде болғаннан кейін көп кездесуге де шықпаймын. Әйтеуір қызық жағдай болды, сосын айтып беремін. Сонымен сөз салды менің туған күнімде. Сол 19-ға де шық деді, сонымен хорошо деп шық. Сөйтсем қолымда дәу 19 розасы бар, торты бар, кеп тұр сыйлықпен. Сонымен күшті да енді. Сонымен алып оны үйге дейсі жүр дейді. Сөйтсе балдардың друктарын шақырып кафеге ұйымдастырып қойыпты. Енді аса романтичный болған жоқ, бірақ тұрмысқа шығасың ба деді. Я дедім. Енді ұнап тұр ғой. Мен дайын болдым, я. Мүмкін балалық па, білмедім ба, мүмкін білмеймін тіпті. Әкең, анаң білді ме ол жайлы? Жүріп жүргенің жайлы, тұрмысқа шығайын деп жүрген жайлы? Жоқ, білген жоқ. Сонда сен қашып кеттің? Жоқ, қашып кеткенде. Бір суретін көрсеттім мамаға. Мен көбісі көрсеттім, мынау что-то жүгіріп жүріп, мама не істеймін деп қорқып. И сол кезде күйеуімді көрсетіп едім, күйеуімді ұнатпады. Күйеуімді ұнатпады. Түрі бір районмен жүретін бұзық балаға ұқсайды деп айтты. Не болды, Кәусар? Қарағаняға. Сонымен ұнатпады анашым, сонымен. Бірақ қарамадым, өзіме ұнап тұр ғой, главный. Үйленетін болып шештік. Мен яқта өзім шешіп жүрмін ғой, өзім өмірімді, мама папа білмейді әлі. Сонымен бір күнім күйеуім айтты, алып қашып кет дедім. Мен бәрібір әкем рұқсат бермейді маған күйеуге тигізбейді бәрібір. Қатал кісі ғой. Жоқ дедім, мені лучше алып қашып кет дедім. Мен алып қашып кет деп. Болмайды, әппә деп ғой, ұзатып алып кетемін деді. Мама, енді не істеймін? Сөйтіп мама папамның номерін бердім. Күйеуіме, ол күйеуім ата енеме берді.
сабақта отырғанмын азанда. Бір күйеуім звондады. В общем, мама папаңды қазір обедке кездесуге мама папа шақырып жатыр, екеуі кездесейін деп жатыр, құда құдағай болып. Қол аяғым дірілдеп ойла, енді не істеймін? Мама бір әйтеуір кездесіп болғаннан кейін телефоныма әкем звондады. Алған жоқпын. Қорқып, енді үйге қалай жетем? Ол күйеуіме звондап жыладым бір кезде. Қоймай саған тимейтін шығармын болды. Енді ол кісіден сұрамадың ба? Не айтыпты, не жайлы болыпты әңгіме деген секілді сұрамадың ба күйеуіңнен? Жоқ, қорықтым. Сонымен үйге әйтеуір өтіп кетіп қайттым. Үйге келсем, әкемнің машинасы тұр. Бір кезде мама мені келе жатыр деп телевизордан көрді да, сонымен үйге қарай кірейін деп жатыр едім, әкем қарама қарсы шықты да, маған қарап, маған бетіме қараған машинасын мінді да бұрып кетіп қалды. Кеткен жоқ үйге бір күн бойы. Мен яқта қуанып жүр. Мен яқта еңіз-теңіз болып жылап жүрмін. Сонымен Папаң бір сөз айтпады сонда? Сөйлеген жоқ, мүлде сөйлеген жоқ. Негізі келісіп кеткен екен, енді мен қарсы болмаймын, бағын байламаймын деп. Бірақ әкем бір 7 күнде ма сөйлескен жоқ менімен. Мен отпайды. Папам кәдімгідей ренжіді мен күйге кететініме. Енді мен мүмкін айтпағасым ба, мүмкін ол ойламады ма, білмеймін ғой енді. Сол 7 күннен кейін екеуміз құшақтасып көріскен тұғымыз. Енді дайындалу керек, киім алу керек болып, сонымен ұзатуды әкем жылап тұрды ғой, ағаммен ше, мамам күліп тұр. Енді әйел адам ол біледі, что қызды ұстауға болмайды, қыз бәрібірде кететін адам, біледі ғой оны. Ер кісіге қиындау, тем более бір қыз болдың сен, ерке қыз болдың, әке деген ауыр қабылдайды. Тем более жақсы көретін болса қызын, өте қатты қиналады. Әкеңмен жақын болдың ғой, сондықтан да солай қиын болған ғой әкеме жіберу сені. Күшті, қандай күшті естелік болыпты зато саған. Ертең қыздармен қандай тарих қылып айтып отырасың бұны. Керемет. Папаммен әйтеуір жылап, папа күттайсың ғой әлі деп. Сонымен жоқ, дайынмын деп қоямын әкеме. Сонымен енді тіпті ұят спальный гарнитур алады ғой бізде қызға. Мен еш нәрсеге араласқан жоқпын. Папамнан ұялдым кәдімгідей. Мамам айтты, мама дедім, не аласыздар, сол болады дедім. Күйеуім айтады да, ақ спальный гарнитур алсай күшті көрінеді бөлмеге дейді күйеуім. Мен күйеуім айтты, мен мүлде араласпаймын. Не ал мен енді әлі қорқып бір жағынан ұялып та жүрмін ғой папамнан. Сонымен әйтеуір қоңыр спальный гарнитур әкеп берді ғой маған. Түрінде білмеймін, оның бағасында мүлде араласқан жоқпын. Тек өзімнің свадебный көйлегімді, ұзату көйлегімді ғана таңдадым. Киімге баратын кезде де артық шығынға шықпайын дедім. Өйткені мен өзім тойда ақша таптым да, билеп. Ата-анама айттым, онда артық шығындалмаңдар, сол киім бар. Әйтеуір жұртқа көрінетін бір-екі киім болса болды дедім. Шынымен сөйтті. Қандай ақылдылығыңа тамсанатын. Ертең өзіңнің қыздарың да осындай болсын. Аумин. Сол қазіргі қыз күшті ғой, шетіп жүріп, норку, шуба таңдайды. Бәрін сөйтеді ғой. Мен күлем ғой, мен өйтіп таңдаған жоқпын. Әйтеуір, лишь бы күйеуге тиіп алу болды, аман есен. Ол да енді сенің ақылдылығың, қандай ата-анаңа жеңіл ол. Потому что себебі сен мысалға алып бер дегеніңді ата-анаң алып беру міндет болатын еді да. Міндет, ұзатуы міндет, барлығы міндет болып тұратын еді. Ал сен шамаларыңыз келгенше алып бер деген ол деген қандай жеңілді, қандай күшті. Ата-анаң жақсы адам болғаны ғой, значит сен сондай тәрбие алған болсаң. Өте күшті. Ұзатуымда да адына жаңағы енді таныстар бар. Әйтеуір шынымен түн тұр ғой. Мампан шығындалмаса екен дедім. Аллаға шүкір, әйтеуір қалың малым да жақсы болып, өзіммен ғана кетіп қалдым ғой мен. Өз қалың малың өзіңе жарады де. Қазір енді сонда спальныйыңды ауыстырып алдың ба, әлде сол спальны ма?
Ауыстырып алдың ба? Гарнитурмен 5 жыл болды. 5 жыл болды. Сонымен сол күйеуім бір кітап ренжісе, то мен саған ағын ал дей қойып едім, немене мына қоңыр дейді. Сонымен әйтеуір сонымен ренжісіп қаламыз ғой, айтамын, сатып жіберемін онда, керек емес. Жоқ, сатпа, тұрсын, өстіп тұрсын деп екеуміз бір нәрсе болса сол ақ болып ұрысатын тұғынбыз. Айттым саған, мен ақ ал деп дейді. Сонымен ол жерге көшкенбіз. Сонымен 5 жылдай өте ұстадым. Сонымен оны сатып жібердім. Өте арзан бағаға сатып жібердім да. Орнына ақша қосып күйеуіміз конвертуды алдық қой ақыры. Қазір ұрысқан кезде ұнайды күйеуіме де. Ой, қандай күшті. Күйеуге тидім, сонымен көтердім. Сонымен уже 7 айлығында әйтеуір ішім шығып қалған. Күйеуіміз екеуміз түнде почтаға шығып қайтайық дедік та. Сонымен почтада жүріп түнгі сағат уже бір 12-ден өте ма сондай. Телефоныма бір кезде әкем звондайды, шошып кеттім. Ойлаймын, не айтам деп жан жағыма қарап. Бір кезде қарап, ойлаймын, 2 қабат күйеуге тиген екенмін ғой деп. Содан кейін барып уверен алғанмын телефонымды мен ше. Біразға дейін қатты напряженный болып жүрдім мен ше. Қазір енді жолдасың сондай қызғаншақ, жолдасың сондай ешқайда жібермейді, сондай қыры бар ма? Олай жоқ па? Ал бірақ әкеме ұқсайтын жерлері бар ма? Әкеме ұқсайтын жерлері ма? Әкеме ұқсайтын бұл кісінің мамандығы. Әскери ма? Иә, қыздарға өте қамқор қыздарға. 2 не істейді. Айтпаймын жаңа, кейбір осы қыздарына ұрсып не істейді ғой. Мүлде ұрыспайды. Ұрысатын жері болса мені жібереді да. А так еркелеудің бәрін өзім мойнына алады. Ертең ол жолдасыңда қыздар кеткен кезде қиналайын деп тұр ғой конкретно. Қызды қатты көрсе қиын. Менің әкем өзі қатты сырласпағам әкеммен. Тіпті сырымды айтпадым да, бір алыс болдық, әкеміз екеуміздің арамыз алыс болды. Тұрмысқа шыққанда, бірақ мен әкем жылаған жоқ, сондай да. Негізі сол алыстау болсаң, кішкене әкең қиналмайды да, әкеңе жеңілдеу болады. Ал когда жақын болып, жақсы көріп сырласатын болсаң, қиын. Сондықтан күйеуіне айтты, жақсы көрме деп, бірақ өзімде де солай 3 қызым бар, 3 қызымды солай жақсы көреді. Деп айтады ғой, өйтіп айтпа деймін құрсын. Өмірім мен ойынша, ойбай, сөйтіп еркелетеді. Мен ұзатуымда деген, жұрттар деген қуанып, енді мен тойда сопровождение болып тұратын ек қой сол кезде, қыздар жылап шығып жатса, неменеге жылап шығып жатыр, құрсын қайттан оралады ғой деп айтатын тұғымда. Ал мен ұзату мені шақырған кезде, көлі кәмшат деп, мен еңіз теңіз болып жылап кірген тұғымын ше. Бәрі қарайды, бір как будто мен андай амалдың жоғынан шығып жатқан сияқты тұра. Ана әкемнің, ағамның жылағанын көріп, маған қатты стресс болды ше. Еңіз күлі кәмшатты. Жоқ, енді сен сонда жылағанда бір өзіңді қинап емес, шыныманда тебірендіп жыландың ғой, е? Тебірендіп. Иә. Уже тұрып лестницада Эльвира қызымызды қарсы алайық деді. Бір кезде ана өлеңге етіп жылап жатырмын. Неғып жылап жатқанымды өзім білмеймін ше. Папаны көрем да жылаймын, ағамды көрем да жылаймын. Сонымен әйтеуір басылған тұғымын біраз. Қазір енді ол видеоларды көріп бір күліп алатын шығарсыңдар. Бірақ мен де көңілшекпін. Сол кіргенде көрсем қайттан жылаймын соны ше. Өзіңнің жас кезің есіңе түсіп әрине. Ау? Естімей қалдым сені. Естілмей қалды. Ұзатылып кетіп баратқанда маған күшті көрінеді ғой, эффективно. Мен ұзатылып баратқан Иә, ұзатылғанда жыламаса да. Аха.
естілмей қалып жатыр ма? Қатып жатыр, иә? иә, мен қатып жатырмын ба? Жоқ, вроде бы нормально сөйлегені естіліп жатыр. Жолдасыңа пранк жасап көрдің ба? Көп. Көп жасап көрдің ба? Ұрыс естімедің бе? Бәрі Күйеуім нормально. қатты қинайтын тұғынмын. Ал енді ол пранктар сенің парақшаңа шықты ма? Мен бүгін парақшаңмен танысып үлгермедім. Парақшаңа шығарған жоқсың ол пранктарды. Шығару ойда жоқ па? Әлде жолдасың рұқсат бермей ме? Қарам. Шығарасың ба? Өйткені біз бір-бірімізді ұстай алмай жүріп, күйеуім кешкі 4-те жұмысқа кетеді, таңғы 4-те келеді жұмыстан. Мен күндіз ұйықтаймын. Көп ойда. Бірақ күйеуіме өте пранк көп істейтін тұғым. Осы кейін өзім ойдап жүрем, маған істемей ме екен, обратно. Қайтармай ма екен деп пе? Үйдегі пранкер мен ғой. Иә, қазір мен жолдасымды пранк жасамаса да бірдеңе айтып алады да, сосын мен ренжіп қалсам, ей, ол пранк қой дейді. Мен айтам саған, пранк деген жақсы болды қазір, ана прикол дегеннің бір сөзі пранк болып қалды қазір. Пранк қой дейді. Енді батылға қатысып көрдің ба, батыл? Келіншектермен. Ең қиын батыл, саған бір жасай алмайтын, ұятқа қалам ғой, құрсын, қалай жасаймын мына пранкты деген болды ма сондай пранк? Және сен оны жасадың, через не хочу. Болды ма сондай пранк? Болмады ма? Бәрі нормально, жақсы өтті, иә? Өзің қалай заданияларды бердің, тапсырмаларды, сондай қиын пранк, қиын тапсырма бердің ба батылға? Беріп көрдің бе? Қандай? Подружкама жаздың ол кезде біздің қызылорда болады ғой. Сонымен қабат куртка киіп, в общем, зима болып киініп алып, магазиндерге кіріп нан аласың деген сонымен Жасады ма? жасады, видеоға түсіріп, біраз күліп сөйткен тұғын. Ой, қандай күшті. Оған енді лайк та күшті жинаған шығар. Жақсы несі. Менің қазір соңғы несі өте не болып жүр. 3 миллион просмотрға дейін барғанмын, статистикамды құладым. Өйткені жақын үйге көшіп, алаң үйге беріліп кетті. Сонымен инстаграм қалды. Енді Аллаға шүкір, қайттан статистикамды көтеріп қолға алып жатырмын. Жақсы, енді енеңмен сырлас болып, болмаса жағы болады ғой, келін ененің топырағынан дейді. Сонда енеңмен бір жерлеріңді ұқсатасың ба, мысалға болады ғой, қарап отырып, мына жерім шынманда бір енеме ұқсаған екен, тартқан екен, шынманда келіннің ененің топырағынан екені рас екен деген бір көзің жеткен моменттер болды ма? Әлде ұқсамайсың ба енеңе? Жоқ. Жоқ. Енем өте талапшыл. Ал мен ондай емеспін. Тәуекел деп жүре беремін. Ал енді бірінші келін болып түскен кезде болады ғой, тұзын көп салып қойып, болмаса тұзын совсем салмай қойып, тамақтардан сондай болды ма бір? Ең есіңде қалғаны не болды? Ең есіңде күшті болып қалып та, содан әлі бір есіңе түссе күлкің келіп, болмаса ұялып деген секілді. Ең бірінші үйде той біткеннен кейін, сол 2-3 күннен кейін енді маған бұйырды да кухня. Істе баклажанмен деді. Жалпы үйде тамақты рашкиді күшті істеймін де. Ал жаңағы баклажанмен картошканы істемегенмін ғой, білмеймін. Сонымен баклажан бар үйде, сонымен картошканы істедік. Сонымен өлтіріп істедім. Менің мамам бірыңғай картошкаға қойып істейтін тұғын. Сонымен ойшы мамадан көргенді картошканы баклажан бәрін өлтіріп салып, бір кезде пістау деп тамағымды салайын деп атсам, картошка жоқ. Езіліп пістап алып кеткен ба? Сонымен деген ананы суырып ағып, күйеуім ғой ешнәрсе алмайды, нан батырып жейміз дейді. Ол лақылдап табақпен апардым, үйдегілер үнде алмайды, түскеніме 3 күн болған.
содан кейін картошканы мықты болдым бірақ. негізі сонда ол қою жаңағыдай сұйылып кеткен ғой тағамың сонда. Суды көп қосқанмын ғой. Мамадан көремін ғой. Қанша А, мөлшерде қосқанмын ғой. Сонымен суды аха. көп қосқан, анау езіліп кеткен, соң сорпа, картофельный суп болып кетті. Баклажан. Енең ештеңе демеді ме? Енем айтты. Менің енем картошканы кәдімгі майға өзінің буына қуырады. Анау деген күшті бар. Тфай-тфай, содан кейін күйеуімнің другтары да мен картошканы жақсы көреді. Сонымен кәдімгі қуырып, буына өзім пісірем. Сонымен күшті болады картошкам. Қазір күшті қылып үйреніп алдым дейсің ғой. Қазір картошкадан аспын. Бірақ палау мұнша емес. Қанша істесем де. Палау, сендерге не болды? Палау сендерге жақын ғой, палаудың отаны. Сендер күшті істеу керексіңдер ғой. Тамағым меніңше страшно неге қарайды. Көңіл күйіме. Иә, көңіл, ол бәрімізде солай, көңіл күй болмай, әшейін тез істей салсаң, қатып піседі, піспей қалады, дәмі болмай қалады, в общем, күйіп кетеді, сондай болып піседі ғой. Бәрімізде сол ғой. Көңіл күйің болса. Иә, сол. Мән Иә. болады сол. Блогерлардың арасында бір сүйіп оқитын, азанмен көзіңді аша салып, соның парақшасына кіріп қарайтын блогерлардың бар ма? Сүйіп оқитын, вот бір шынымен. Онда жоқ па? Ал мынандай блогерлер үшін мысалға барсың, сен ол адамда жазылып тұрсың, көресің, көргің келеді, бірақ раздражает бір, құдай-ау, осы бір істейтін нәрсесі не мынау деп. Ашуланасың, бірақ ты подписана. Сондай бар ма? Айтпасаң да болады, мынау адам деп просто бар, жоқ деп. Мен даже күлетін тұғынмын. Жаңағы 11 блогердің арасына кірген кезде, жаңа подружкаларымыз, сол кезде Қызылордаға танымал блогер бар екен де арамызда подружкам. Мен оны еші көрмегенмін ғой. Қызығып көретінім Сабиркин. Соңғы кезде қазір кімді көріп жүрмін, жаңағы ырыспала дейтін бар ғой. Иә. Соны көремін. Мен Тоғжан бар ғой, сіздер шақырдыңыздар ғой Тоғжан. Иә. Атамның аты ғой ол. Сонымен мен сол жазғанмын. Өйткені маған ұнады. Көзің көрінбей қалды, Эльвира. Былай болып қалдың қайта. Енді нормально. Пост жазғандары өте қатты ұнады. Мен сондай блогермін, мен мойындап, соның несіне парақшасына жазамын, мен өзім жазамын. Мен жазып Тоғжанға көп пост жазасың, екеуміз давай подружка болайық деп жазғанмын. Аллаға шүкір, содан бері күшті болып кеттік. Жақсы қыз, иә, Тоғжан өте тамаша қыз екен. Ашық, сондай позитив, сондай. Өте тамаша қыз, күшті. Мен де тікелей эфирде күшті өтті, прям қызық өтті да, сұрақтарға да күшті жауап береді. Кәдімгі өзіміз секілді әңгіме айтты осылай. Жақсы. Тоғын көрсем нервым ұстайды. Нені? Кейбіреулердің бар 2-3 блогер тикток беттерді. Бірақ Қызылордадан емес, солай басқа қала. Ерсі істейтін қылықтары бар, иә? Я, ондайдан енді зато сен ондайдан уже не аласың да, көріп, олай жасамауға тырысасың, иә, ол да жақсы бір шетінен, иә, ол да жақсы. Сабақ болады бір шетінен. Ал енді ең көп жасайтын тағамың қандай тағам, мысалға? Күнде жасамайсың, бірақ арасында редко соны қайталап тұрасың. Мысалға 2 күннен кейін, 3 күннен кейін, каждый раз соны қайталап. Картошка? Иә, картошканы бәріміз сүйіп жейміз. Макарон, картошка деген түскі тамаққа жасап жей салғанға да жақсы ғой. Картошканы істеймін. Бір нәрсе болса картошка істеймін. Картошка енді күшті болғаннан кейін. Босанған кезіңдегі қиындықтар мен қызықтарың бар ма? Күшті. Айтсам күлетін шығарсың. Айт. Қызық қой, ол бізге қызық. Сондықтан да сол қызықтарды айту үшін де қосылып сырласып отырмыз. Бірінші жүктілігімде, баламын ғой, көп білмеймін. Сол жаңағы баста айтып кеткенімдей, ауырсам да ішімде еш нәрсені білдірмеймін.
енемге жағдайымды сұрай береді. Эльвира бір жерің ауырып тұрған жоқ па? Эльвира айтса, мен тіпті бірінші жүктілігім өте керемет өтті 9 айына дейін. Үйде тыпыршып тіршілік істеп жүремін, бірақ анау жатып ұйықтамаймын да өйтіп. Бірақ толғақ тісімнен берді. Азанға дейін ояу жүрем. Азанда уже таңғы 7-ге таман уже шаршаймын, өзімде әлім құриды. Күйеуім айтады, жаңа ғана ұйықтады, 7-де ұйықтасын обедке дейін деп, сонымен кететін. Күндіз ұйықтағанды кіма білмеймін ғой енді. Не болып кетті? Баланың салмағы перевес болып кетті, ішімдегі баланың. Мен оны шерім ауырмайды деп жүре бергенмін. Неге поликлиникаға барамын, бәрі күшті деп қайтып кетемін. Енем жалындады тұғын, бір жерің ауырса, айтшы, больницаға жатқызып алайын сені деп маған ше. Ой, шерім ауырмайды менің деп. Сонымен анау енем ақыр соңында жаңағы больницаға барды да, мынаны алып қалыңдаршы дейді, мынаны больницаға емдеп болсын алып қалыңдаршы мынаны дейді. Неге ауырмайсың сен деп таңғалады да енді. Сонымен бір-екі ораза дейтін болды, сол кезде ғой жалынып жүрді, алып қалыңдаршы мынаны. Жоқ, мама үйге барып, сонымен әйтеуір айым күнім асып кетті, в общем. Несі, ойбай, январдан кейін февраль емес па? Январдың 14-і деп берген ғой маған. Январдың 15-і болды, январдың 25-і болды. Бәрі звондайды. Уже телефонды алсам, жағдайым сұрамайды, тудың ба дейді. Ең надоедливый сұрақ қой сол, туатын кезде. Құрсында февраль 1-і болды, февральдің 2-і болды, февральдің 3-і болды бір кезде. Поликлиникаға бардым, құрсында туды болмайды дедім. Жыладым ақысында, көріп алыңдаршы, уже мен де шаршадым. Сонымен экстренный қылып жіберді роддомға. Құрғыр ояққа барғаннан кейін толғақ келмейді ғой. Сөйтіп жаңағы укол салып көрді, толғақ келді, о деп қуандым. Роддомға жатқызып тастады. Енем жүрегіміз 6 сағат па күткен шығармыз, болмады, ешнәрсе болмады. Сонымен қой, мынау биыл тумайды деді, жоғарыға жіберді. 5 күн жүрдім. Дым жоқ қой, дым. Сонымен қол қойдырып, жаңағы өзіміз тұздырып, бітті. Риза болып тұрмын ғой, бірақ бәрін риза болып қойып беріп тұрмын, давай, туатын. 5-ші этаждан ғой, 5-тен 4-ке, 4-тен 5-ке лестницамен жүгіріп жүрмін, қуанып жүрмін, енді риза болып жүрмін туатыныма, өмір күйім айтып қуанып туам, қатты қуандым туатыныма. Аллах қалап таң атты, сөйтіп укол салды. Укол салғаннан кейін босанғанға дейін саған туғанның қиындықтарын, тууда болатын айтып беді біреу? Естімеп бедің? Күйеуім көргіздірмейтін. Мен көргім келеді. Шошып. Роддомға өзі толғақ келді, енем езілдеп таңғы 6-да толғақ басталды. Мен әйтеуір өте қиын болды роддом. Өте былай болды, вообще қиын болды. Мен әйтеуір аман есен өтіп босандым. Босанып жатқан кезде, бірақ уже жаңағы ғой, енді бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын. Нәрсе сезген жоқпын уже. Толғақта қайтып кетті. В общем, жартысына келгенде толғағым қайтып кетті өзіне өзі. Сонымен амал жоқ, бүйттік босандырып алды. 2 сағат өткеннен кейін жаңағы тұрғызайын деп жатыр да мені. Носилкаға отырғызайын деп жатыр да. Екі жағымнан ұстап тұрғызып, төменге сытылып кете берем. Қой, мынау шаршап қалған деді, сосын иә шаршап, еще енеме ұрсып жатыр, шоколад бір нәрсе бермейсіңдер, мына әлсіреген ғой мынау деп ше. Енеме ұрыспаңдар деп өзімнен қоя қойшы. 2-ші рет тұрғызып болмайды. 3-ші тұрғызып болмайды, аяғым тұрып кете береді. Эльвира көзім кетіп қалып қайтадан. Былай түсіп кетті. Камерам кіттай болып тұра менің, е? Жоқ, сәл ары отырсаң былай, сонда кішкене не қылады да, ал сен былай болып қалсың. Болды, осылай күшті. Сонымен носилкаға отырғызды, 5-ші этажға қайттан. Сонымен бәрі енді қуанып кетті, бәрі риза. Енді тұрайын десем, алмайым. Енді мен ойлап жатырмын, туған әйелдің бәрі өстіп қиналады екен деп қақтан білейін. Сонымен шыны керек, 1 сутка жаттым, тұра алмай.
бір сутка. Я қимылдай алмаймын. И бәрі келді да, шаршап қалғансың ғой дейді маған. А я хорошо. И бір күн өтті. Өзім қарным ашты уже. Бір штук печеньемен бір кітті сүт ішіп алған ғой Петропавловский. Сонымен бәрі келіп қоймай еді да, енді тұр деп. Бір кезде енеме звондадым. Что-то мен мамама звондадым. Мама, мен тұра алмай жатырмын дедім. Ешнәрсе қылмай, шаршап қалғансың ғой деді. А я хорошо дедім. Сонымен уже екінші күнге кетіп бара жатыр, уже болмайды, уже бала да шырқырап жылап жатыр. Сонымен енеме звондадым. Мен что-то тұра алмай жатырмын, шынымен. Енем екінші күні, енді үшінші күні азандауға келді. Енем келді еді, артынан бүткіл заведующий, врач бәрі келді. Сөйтіп, өздері неге бұл жүрмейді, мүмкін еркелігі ма деп түсінбей жатыр. Сонымен енем айтты, жоқ, тексеріңдер, неге бала 2 күннен бері жүрмейді, ол мүмкін емес қой. Сөйтіп сол жерден бүйтіп алып кетіп рентгенге түсірсе, жамбас сүйегім ашылып кеткен екен, оказывается, босанып жатқан кезде. Ой, сонда шығып кеткен ғой. Иә, екі жақ, екі аяғы вообще сезбей қалған. Оны врач де білмейді. Сонымен. Сонда сен белің ауырған да жоқ па? Ісіп, ондай болған жоқ па? Бітті сезбей қалды, екі аяғын вообще сезбей қалды. Елден төмен мүлдем сезбей. Роддомға барды, роддомда өздерінің кінәсі болғаннан кейін сразу платный ауыстырып, сояқта 14 күн жаттым. Уже шығып кеткен, жаңа орап тастады өздерінше, қасында енем жатты бірыңғай. Сонымен, в общем, екі аяғыммен барғаннан носилкамен ойыға күйеуім деген жылап, үйде 2 ай жаттым, 2 ай аяқ орнына келмей. Туалетке қалай бардың сонда сен? Көмектесіп жүрді ме енді? Туалетке барғанға бәріне көмектесетін адам болды ма қасында? Адам, мүгедек адам болдым ғой үйде. Бірақ Аллаға шүкір, енем болды қасымда. Бар қасында енем болды. Мысалы, кейбіреулерді әке-шешесі алып кетеді ғой. Мен енем айтты, қараймын деді. Барлық енем болды. Қандай молодец, жақсы. Рахмет. Аллаға шүкір. Соның арқасында, сол жақсылығының арқасында, енді ене қанша дегенмен енелігін істейді, келіндігін істейді ғой бәрібір. Ашуланады. Бір ләммим деп бетіне келген емеспін. Өткен сол Эльвира, сен сол кезде жүрдің болды қасында, қой деп. Аллаға шүкір, сөйтіп енем мен атамның арқасында 2 айдан кейін әйтеуір балтақпен жүріп, носилкамен жүріп үйреніп, сөйтіп бірінші родым сондай болды. Қалай? Балаң сонда сенің қанша килограмм болды? 5 килограмм болды. 5 килограмм болғаннан кейін де ашылып кеткен болу керек қой, иә. Оны поликлиник ғой. Енді қазір бәрі жақсы ғой енді? Қазір екіншімде көтердім. Енді оның последствиясы болады екен. Уже 3 айлығынан бастап аяғым ауырап. Белің ауырған шығар. Мысалға, осы кезде күн бұлтты болса да белің ауырады, кіп-кітті вообще. Ұзақ тұра алмайды. Ұзақ жүргізбейді, енем ұрсады, көп жүруге болмайды деп ше. Екінші қызымды көтердім, әйтеуір аман-есен, арасы ұзақ болды да, өйткені емделу керек болды. Екінші қызымды көтердім, бәрі күшті болды. Сонымен, негізі бұғыздама февраль деп берген. Ноябрь жұмыста жүрдім енді. Ноябрьдің 19-ы түні, 19-ы күні, түнде күйеуіміз армандадық өзімізше. Тезірек не істесек қояды. Үйге кесеке, бетіне екеуміздің арасы 5 жыл болғаннан кейін сәбиді қатты аңсағанбыз ғой. 19 күн түнде ұйықтап кетем. Күйеуімді ночқа кетеді ғой түнде. Күнгі 3-те ауырып. Бірақ ұйқы шіркін жібермейді ғой уақытыда ше. Сөйтіп тұрсам толғақ батыр. Ноябрьде ішімдегі бала 6,5 айлық. Енем мама мен толғақ ұстап жатыр. Қой ай толғақ шығар. Қой дедім, но что-то ай толғақ емес, уақыты жиілеп баратыр. Скорый келді.
алып кетті скорый келіп. Эльвира естілмей қалып дауысың. Болды ма? Аха, Ана басылып кеткен ғой. аха. Роддомға барып едік. Она уже вроде деді мені. Все. Сөйтіп, Вай, 6,5 вай. айлық 6 айлығында 27 апта қойдым. 995 қанша аптада? 27. 20. Ой, приключениямен туады екенсің сен. Енді сол қызың қазір адам болып өсті ғой. Шүкір, бұзық үйде сена қоймай жатыр ғой. Иә, енді негізі өзі жаңағы сондай недоношенный балалар сондай болады, өзі пысық болады, тез жетіледі, ерте есейеді деген сияқты. Ал енді сол қызыңды вакуумде жатқызып қанша апта жаттыңдар? Вакуумге салған шығар. 3 ай жаттық роддомда, в общем. 3 айдан кейін шықтым. 3 ай жаттың? Енді әрине ерте туып қойғаннан кейін ай күніне жеткізу керек болған шығар оларда. Қолыңа ұстаған 2 килограммға 3 ай. Қолыңа ұстатқан жоқ па сонда саған? Қанша уақыт қолыңа ұстамадың қызыңды? Вакуумнен негізі қолыма 9 грамм болып туылды ғой. Өкпесі жетілмеген болып. Реанимацияда 35 күн жатты. 35 күннен кейін жаңағы тоже бір палата 7 күн жатты. В общем, бір 42 күннен кейін қасыма берді ғой менің. Енді сонда сендер 40-нан қалай шығардыңдар? Қалай санадыңдар 40-ын? Қызды қалай 40-нан шығардың? Бәрі бұда. Роддомның ішінде 40-нан шығардық. Мен қорқам ғой, бетіне қарап, ауа ұштуға қорқатын тұғымын. Бетке өйтіп жаңағы. Ол да тоже емнің бір түрі екен да, бүйтіп көкірегімізге қойып қояды бұны. Түріне қарауға қорқам ғой. Ауа ұштуғанда қайттан қарай. Беттен әтеуі өсірдік қойып. Енем бір нәрсе болса жылайды, мен бір нәрсе болса жылайын бетіне қарап. Қазір деген тыңдамайды екеумізді, енем екеумізді. Бірақ енді бұл босанғанда сенің беліңнен ешқандай не болған жоқ па? Кикілжің проблема болған жоқ па? Бәрі жақсы болды, иә? Тым қиын. Өзің екі қызыңды да өзің босандың ғой сонда? Жақсы, тамаша. Қандай естелік, бір жағынан мұңайып қаласың бұндай естеліктен, иә? Мұңаятын бәрімізде бар ғой ондай не, сондықтан ол да бір естелік, ол да бір ертең қыздарыңа айтып отырасың. Қызың ертең ренжітсе айтып отырасың, ай мені ренжітпе, сенің хақың жоқ ренжітуге. Иә, солай айтып отырасың. Қандай күшті, енді вообще. Мынау енді әйелдің, мысалға әйел үйдің жағдайында проблемаға кіріп кетпес үшін не істеу керек деп ойлайсың? Мысалға болады ғой, үйдің бытасына жинап, мысалға шыға алмай қалады ғой үйдің тірлігінен. Не өзіне қарамайды, не мынау дамымай қалады деген сияқты. Сондайды болдырмас үшін өзің қалай не қыласың, дамытасың өз-өзіңді. Мысалға, әр адамға ойлаймын, бір нәрсе түрткі болу керек деп ше. Мысалға, менде 7 жылға дейін менде телефон болған жоқ емес, болды. YouTube болған емес, болды. Кітап сатып алуға мүмкіншілігім болған емес, болды. Маған керек болмады. Неге? Мен өз-өзіме қолға алуды осы жақында ғана бастадым деп қояды. Қалай бастадым? Сол ел-жұртқа қарап бастайды екенсің ғой. Мен тіпті жаңағы мүмкін қарапайымдылық қой, білмеймін. Мен алтынға да қызықпаймын, дүнияға да қызықпаймын. Шүкірмен болу керек деп ойлайтын тұғымын. Сөйтсем, қасыңдағыларға қарап өседі екенсің. Талпыну керек дейсің ғой. Алға қарай талпыну. Вообще негізі ұтпау керек. Қазір деген күшті ғой. Қазіргі жас келіндерге қазір жас келіндер күшті ғой. Мысалға, бұрынғы біз мамаларымыздың кезінде болмады ғой нәрсе. Иә. Мен блогерлікті бастағалы қыздарға тіпті ұрсам келіндерге. Өз-өздеріне қараңдар. Мысалға, бәрібір тіршілікке
бітіп қай жерден пысық болсаң да, өзің дұрыс емес болсаң, бәрібір ешнәрсе болмайды. Ал өзің әп-әдемі болып, тіршілігіңде әп-әдемі болады деп ойлаймын да мен. Жоқ, рас, өзіне қарап бірінші болу керек. Негізі бірінші түрткі болу керек. Жаңағы біреуден либо ұрысу керексің, либо бір айту керек қой. Сен деп ше. Бұл бір жұмыс. Ананы кимесей. Ананы бүйтіп дұрыс тастай, сөйтсең күшті болады ғой. Құрсына ютубты ашып көрсейші деп күйеуім айтады. Көп нәрсеге күйеуім ықпал етеді менің күйеуім. Түрткі болатын да, мотиватор да сол жолдасың дейсің ғой. Өте тамаша. Қазір енді мен мына жерден тағы да бір сұрақты қарастырайын саған бір. Дайректке келетін сұрақтар көп пе? Не жайлы келеді сұрақтардың көбісі? Аллаға шүкір, көбісі келеді. Жақсы нәрселер айтып. Молодец, жарқынсың, жақсың, шүкір, көп тілектер келеді. Мен андай ұялатын тұғымын баста сол кісілердің жазғы шығаруға. Соңғы кезде шығарып жүрмін. Бірақ блогер болғаннан кейін де көбейеді екен, көмек сұрайтындар. Көмек сұрайтындар. Бізде ақша көп деп ойлайды. Баста жаңағы көңілім ақ қой, енді ешқайсысын тексермеймін. Эльвира, қатып қалдым. Көмек сұрағандардың дайректін ашпайтын болдым. Сен жаңа қатып қалдың. Енді нормально. Жаңа не айтқаныңды естімей қалдым. Тексермеймін дедің, сосын? Тексермеймін дайректті. Жаңа көмек сұрайтындар жайлы айт. Көмек сұрайтындар жайлы мысалға ашып қараймын, оқымаймын емес, оқимын әрине. Бірақ баласына көмек сұрап, болмаса кейбір келістер болады, үйімде продукты болмайды, көмек жібересіз ба деп. Мен ол кісілерге үндемеймін, жай ғана жабамын да қоя қоямын. Өйткені менің екінші қызым, Аллаға шүкір, мен ондай бір бай әулет емеспіз, бір бай жерінен шыққан жоқпын, күйеуім де байдың жері емес. Шүкір, кішкентай қызым өте көп ауырды. Енді бұл жетілмей туылған бала ғой. Өте көп, мысалға біз бір Астанаға барып келеміз, бұл пойызға, машинаға бармайды, самолетпен барып келеміз. Бізді поликлиника етмейді, өзіміз барып көрсетіп келу үшін барып. Күйеуіміз екеуміз өлеміз, тірілеміз. Мен де мынаяқтан көмектесем күйеуіме, ол да көмектесем. Екеуміз әйтеуір, мен тіпті ұялмаймын. Нақа ақша жинай алмай атсам, барып оптом нижний белье, носки де алып келемін да, соның үстіне бюсон сатып, киімінің шығарып, барып келеміз. Мен ойлаймын, жалпы қолыңды жая берсең, жая бересің. Жаңағы бір батысы мақалы бар ғой, есектің асы жуып, ақша тап деген. Жұмыс қазір жұмыс көп. Балаңды беліңе буып алып, біреудің полын жуып берсең, ақша табуға болады мысалға. Аллахтың әрине өзі кешірсін. Бірақ мен ойлаймын, баланы туған екен қарауға, асырауға міндетті. Мысалға. Сама айтатын тұғын. Әрине бірінші қыздан кейін қанша денсаулығым жоқ болса да, мен босанғым келетін тұғын, подружкаларым бәрі туып жатыр да. Күйеуім айтатын тұғын, туып алайын ба менде деп, күйеуім айтатын тұғын. Қазір қоя тұр. Ол кезде жаңа жұмыста не болып қоя тұр. Ертең баланы, әр бала несібесімен келеді дейді ғой әрине. Бірақ қиын қыстау болып қалыватса, құр босқа баланы не істемейді деп күйеуім ылғи айтатын тұғын. Аллаға шүкір. Қанша еміне, қанша ақша кетсе де, шүкір, сонша ақша кіріп жатыр үйге, күйеуіміз екеумізге. Аяқ қолдар сау болса өздері, аяқ қолдар сау болса өздері жұмыс істеп ақшасын тапсын. Әрине, олай сұрай бергеннен, біреудің берген ақшасы, ол ақша болмайды, қадірі болмайды, қалай келді, солай кетеді. Өте дұрыс. Оның дұрыс. Бірақ сонда алдаған адамдар болды ма, сонда солардың арасында? Жай әшейін отырып жаза береді еріккеннен.
Енді әрине сенбейтін нәрсе, себебі интернетте отыр ол, инстаграмда отыр ол. Ақшасы жоқ адам отырмайды ғой ондай жерде. Бір сөзбен Сол ғой. айтқанда, иә. Иә. Сол ғой. Иә. Ал енді блогер, мысалға қазір жас сіңілі інілерің көп мысалға, иә. Блогер болғысы келеді, армандайды, сондай балаларға, жас келіндер болсын, қандай кеңес берер едің? 3 кеңес. Блогты вот бастап кетсең күшті жүріп кетеді, осылай баста деген сияқты кеңес сенен. 3 кеңес. 3 кеңес. Біріншісі, өзіңе сенімді болу керексің. Жаңағы, өзіңді жақсы көрсең, любой істі бастап кету. Екінші, ешкімге мән бермеу керек. Басу керек. Үшінші, атыңа кір келетін емес, сенің отбасыңды алға тартатын контентті тауып алу керек. Іздену керек, жоқ контент тауып алу керек. Деп ойлаймын. Мысалға, менің контентім, мысалы, мен орамалды қолдан тігіп алғанмын ғой өзім. Қандай күшті. Қол өнерімен айналсам. Сенің оқуын оқымағанмын. Симайды да ішіме не істеймін. Осыны инстаграмға саламын. Әті ешкімде жоқ. Шарипхан қызы дейді. Бұндай жаман пікірлер жазбай ақ қойыңыз, себебі адам өзі пысық болса, бәрінде жасап, бәрінде табуға болады. Адам өзі пысық болса, енді бір жағынан мемлекетте көмектесіп жатыр мысалға, иә. Қазіргі таңда ауру балалар өте көп, иә. Сондықтан білмеймін, тіл тигізуге болмайды. Біз ешкімге тіл тигізіп жатқан жоқпыз. Лағып отырсын деп жазып, иә. Бұл жерде болды. Менің мысалға, кішкентай қызымның бір Астанаға барып келуіне кем дегенде, тіпті аз дегенде 200-300 теңге ақша кетеді. Күйеуімнің ондай емес, мен үйде отырған әйелмін, бірақ бар. Ай сайын дәрісін алып отырмыз, жаңағы диагнозы бойынша көрсету, просто консультациясының өзі ақша тұрады, оның дәрісі ол ақша тұрады. Бізге оны ешкім беріп атқан жоқ, біз сұрап атқан жоқпыз. Әйтеуір қиналмасын дейміз ғой, Аллахтың берерін тоқтатпасын дейсің ғой. Бірақ енді шын жағдай аз жоқтар бар, көмектесуге болады. Рас. Ал бұл жерде тема неден шығып кетті? Жаңағы өтірік айтатындар, өтірік көмек сұрайтындар бар. Иә, өтірік көмек сұрайтындар бар, иә. Негізі менде де солай болды. Кішкентай қызымда тоже диагноз, енді қазір аузым бармайтын диагноз болып тұр. Оны қазақтарда жіңішке диагноз деп айтады екен. Сондай бізде болды, өте ауыр кезең болды мысалға, иә. Сондай моментте біз даже бар ғой, шынымды айтсам, вот расымен мен көмек сұрауға ұялдым. Мысалға туыстардан, біздің жартылай туыстар естіген де жоқ. Бірақ мен осы Астана қаласында болғаннан кейін, осы жерде ана мен бала орталығында біз ем алдық, мысалға, иә. Даже менің жолдасымның жұмысындағы адамдар білген жоқ. Менің ең басты білген адамым ол өзім жанұяларым, өзіміздің осы тек туыстарымыз арасында білді. Және де менің каким-то образом сыныптастарым біліп қойды, сыныптастарым ақша жинап берді мысалға, иә. Мен ешкімнен ақша сұраған жоқпын, ойбай жинап бере қал деп. Басында болды бізде, жинау қажет болды, себебі дәрі қымбат болды, шетелден алдырттық бізде, иә, дәріні. Сондай моменттерде біз сұрадық та, бірақ кейін бәрін өшіріп тастадық, себебі ұялдық. Шыны керек, вот жолдасым да айтты, өзім жұмыс істеп жатырмын, өзім табам, мен неге елден сұраймын, неге елге қолымды жаям, өзім асырайын, ештеңесі жоқ, Аллаға шүкір деп бізде солай таптық мысалға, иә. Енді ол адамның намысы біріншіден, екіншіден адамның еңбекқорлығы. Адам еңбектенсе табады ғой. Құр жатқаннан, біреуге жаман сөз жазғаннан, негатив жазғанмен саған біреу ойбай мә ала ғой, сен адам болшы деп, сен өсші деп ешкім бере қоймайды, иә. Сондықтан да жаман комментарий жазбауға да болады. Ол қайтадан оралады да, мысалға жаман комментарий. Иә. Мысалы, кейбір жаңағы үйінде отырған келіндер болса, майда шүйдамен табыс табуға болады. Мысалға, менде мүлде ақша болмай баратқан кезде, күйеуім айтам, күйеуім 10 000 теңге, 15 000 теңге тауып беріңізші маған деймін. Не істейсің оны дейді.
сосын мен сізге сосын айтамын, сосын сіз маған беріңізші деймін. Сонымен инстаграмға кіресің, заман ғой, Шымкентте не көп, оптовый магазиндер көп, бижутерия көп, носки бәрі көп. Мен тұрамын да 15 мың теңгеге Абадо бижутериясында алып келемін. Мысалы бүгін осындай, иә, мен оны әйтеуір күнде өтіп кетпейді ол, бір апта уақытың кетеді, біреуге ұсынасың. Сол 15 мың теңгеден шығарып аламын 25 мың теңге. Күйеуімнің 15 мың теңгесін беремін да, 10 мың теңгесін аламын да, так бұны не істесем екен? Барамын да оптовый трусы носки алып келемін. И оның үстіне шығарып аламын. Сөйтіп бірін-біріне жалғап әйтеуір ақша жасаймын дейсің ғой, иә. Иә. Мен Көбейтесің. ұялмаймын. Мен не жұмыс бар соны істей беремін, ұялмаймын. Ол деген сенің еңбекқорлығың ғой, ол өте күшті қасиет. Еңбекқорлығың сенің мынау көкіректегі тұрған өзіңнің стимулың, пысықтығың, пысық болғаннан кейін де солай парақшаңды жүргізіп отырсың, өзіңнің оқырмандарың бар, сені үлгі тұтатын. Бұл деген үлкен үлгі, күшті ғой. Ертең күн сенің оқырмандарың дәл осы тікелей эфирді көретін болса, сенен үлгі алады. Өте тамаша болды, сұхбат маған қатты ұнады. Енді өзіңнен бір оқырмандарға тілек болса жақсы. Мен жылап жүремін ғой де. Жалпы мен тілек айтайын ба сіздерге, оқырмандарыма? Оқырмандарға тілек айт. Мен шүкіршілікті, екінші қызымды босанған кезде шүкіршілікті көп үйрендім. Айтатыным, Тағала сіздер еселеп берсін, Аллах Тағала берерін тоқтатпас, ешқашан мұңаймаңыздар. Жаңағы Аллах Тағала сынақ берсе, егер де сіз көтере алатын адамға ғана береді, әйтші жоқ, бере бермейді. Сіздер құлысыздар, бақытты болыңыздар, бақытты әйел болыңыздар, бақытты ана болыңыздар. Салихалы ұрпақтарымыз мол болсын, балаларымыз жаңағыдай кім дегенде осындайдың балдары дейтіндей өте абыройлы, ғұмырлары өте мәнді, тап-таза ғұмыр берсін. Бақытты болайық. Баршамыз бақытты болайық. Эльвира, саған бүгінгі тікелей эфирде сұхбат бергенің үшін үлкен алғысымды білдіремін. Өте күшті сұхбат болды, сырласу болды. Көп өзіңнің сырларыңмен бөлістің, көпке айтылмаған сырларыңмен бөлістің, қандай адам екеніңмен бөлістің. Яғни сені оқырмандарың басқа да қырыңнан тануға мүмкіндіктері бар. Осы тікелей эфирді көріп, біздің Эльвира осындай батыл, ержүрек келіншек екен ғой. От келіннен бөлек ержүрек келін деп атаса да болады. Сені өте тамаша. Сондай қиындықтардан өтіп, соны жеңіп шыққан саған Алла Тағала еселеп бақ берсін. Шекесі торсықтай ұл туып бер жолдасыңа. Ең басты соғыз жігіттерде арманы бір артында мұрагер қалса дейді. Сондай бір мұрагердің 3-4-еуін тағы да пытырлап туып берсең, Алла қаласа, бала шағаң аман болсын, көзге көрінгеннен кейін ғұмырлы болсын, өзің жолдасымен бақытты бол, өмірлерің соңына дейін. Мынау шашы ағарған апа мен шал болып екеуің бір-біріңмен, негізі айтады ғой, қартайған кезде бір-біріңнің қадірін білесің деп, яғни қартайғанша итпен мысық құсап ұрсасың, таласасың, жаңағындай, сөзге келісесің, бірақ қартайған кезде біріңнен бірің жақын адам болмай қалады да. Уже бір-біріңді іздеп тұрасың, сағынып тұрасың, уже бір-біріңе жақын боласың. Сондай жақындықты тілеймін саған, жолдасың екеуің бір-біріңді сағынып тұратындай. Баршаңызға да сондай бақыт тілеймін, аман болыңыздар. Эльвира, саған сұхбатқа келіскенің үшін үлкен алғысымды білдіремін. Өсе бер, өне бер, күшті блогерлардың бірі болып, танымал болуыңа тілектеспін. Әр бастаған ісіңе берекесін берсін Алла Тағала. Күшті сұхбат болды. Өте қатты ұнады маған. Ал қайырлы түн, Алла Тағала тын тыныштығын берсін. Аумин. Сау саламатта болайық. Жақсы, сау бола ғой, Эльвира. Жақсы, рахмет. Ал құрметті оқырмандар,
Құрметті оқырмандар, сіздерге үлкен рахметімді білдіремін. Бүгін күшті керемет сұхбаттың бірі болды. Эльвира ханым өзінің кереметтей сырлас, өзінің ішіндегі жатқан керемет бір сырларымен бөлісті. Ол сырмен енді көп оқырмандармен бөлісе қоймайды ғой. Осындай сырласуда керемет бір сырлары ашылды, керемет бір әңгіме өрбіді. Сондықтан тағы да қарап шықсаңыздар болады, тікелей эфирді өздеріңізге қажетті жерлерін түртіп алсаңыздар болады. Әрине, сізде шуақ шашып, сізде жақсылық шашып тұрсаңыз, сізге де сондай шуақты адамдар көп кездеседі. Ал егер де сіз жаңағыдай жаман негатив шашатын болсаңыз, жан жағыңызға, әрине сізге де дәл сол негатив қайтып оралады, бірақ басқаша болып қайтып оралады. Сондықтан да негатив емес, тек қана позитивпен, тек қана жақсылық сыйлаумен өмір сүрейік, тек қана жақсылық көп болсын өмірімізде. Бақытты болыңыздар, баршаларыңыз бақытты болыңыздар. Баршаларыңызды сүйдім. Қайырлы түн, Алла тағала түн тыныштығын берсін. Барлықтарыңызға үлкен алғыс, тікелей эфирге қосылып, белсенділік танытқандарыңыз үшін сіздерге басымды иемін, рахметімді айтамын. Кездескенше деп айтамын. Ертең тағы да бізде тікелей эфир қонағы, ертең таныстыратын боламын. Ал бұл тікелей эфир біздің өзіміздің парақшада сақталатын болады, және ертең YouTube каналына шығатын болады. Сау саламатта болыңыздар. Қайырлы түн баршаңызға.